Ауылдың шетінде ескілеу, бірақ таза ұсталған бір үй бар еді. Сол үйде тұратын ерлі-зайыптылар туралы жұрт әр түрлі әңгіме айтатын. Бірақ ешкім нақты шындықты білмейтін. Себебі бұл үйдің ең үлкен құпиясы 40 жыл бойы бір шаңырақ астында өмір сүрсе де, күйеуін адам көрмеген. Айгүл тұрмысқа шыққанда небәрі 19-да еді. Күйеуі Сабыржан, тұйық, бірақ еңбекқор жігіт болатын. Алғашқы жылдары бәрі жақсы басталған. Көршілер олардың күлкісін, дастархан басындағы дауыстарын еститін. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Сол күннен кейін Сабыржан сыртқа шықпайтын болды. Ешкімге көрінбейді. Ешкіммен сөйлеспейді. Тіпті ең жақын туыстары да оны көрмейтін. Айгүл ғана оның бар екенін білетін. Тамақты өзі апарады, киімін өзі жуып бөлмесіне өзі кіріп шығады. Бірақ ол бөлмеге басқа ешкім кірмейтін. Алғашында ауыл іші гу-гу әңгіме қылды. Күйеуі ауырып қалған шығар, әлде ұрыс керіс болды ма екен? Мүмкін, бірдеңе істеп қойған болар, бірақ уақыт өте келе бәрі үйреніп кетті. Айгүл болса ештеңе түсіндірмейтін. Тек ол бар, біз бірге тұрамыз деп қысқа қайратын. Жылдар өтті. 1, 5, 10, 23 бала дүниеге келді. Бірақ олар әкесін толық көріп өскен жоқ. Әкелері тек есік ар жағындағы үнсіздік еді. Кейде түнде аяқ дыбысы, кейде баяу жөтел. Кейде анасының біреумен сыбырлап сөйлескені естілетін. Балалардың балалық шағы өзгеше өтті. Мектепте олардан «Әкең қайда?» деп сұрағанда не айтарын білмей қалатын. Үлкені Айдос бір күні шыдай алмай: «Апа, бізде шынымен әке бар ма?» деп сұрады. Айгүл ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана: «Бар, ол сендерді жақсы көреді» деді. «Онда неге бізбен сөйлеспейді?» Бұл сұраққа жауап болмады. Балалар өскен сайын олардың ішінде бір ауыр бос кеңістік пайда болды. Әке деген ұғым олар үшін қорқыныш пен белгісіздікке айналды. Үйдің бір бөлмесі жабық әлем. Ешкім кірмейді. Ешкім ашпайды. Кейде есікке қарап тұрып, жүректері дүрсілдейтін. Бір күні кенже қыз Айсара сол есікті ашпақ болды. Бірақ анасы қатты айқайлап тоқтатты. «Ол жаққа барма», деді ол бұрын соңды болмаған қатал дауыспен. Сол күннен кейін балалар мүлде сұрақ қоймайтын болды. 40 жыл өтті. Айгүлдің шашы ағарды. Балалары есейді. Бірақ олардың жан дүниесіндегі жара сол қалпы қалды. Айдос адамдармен қарым-қатынаста қиындық көрді. Ешкімге сенбейді. Үнемі бір нәрседен қорқып тұрады. Ортаншы ұлы тұйық. Үнемі жалғыз. Ішінде бір ауырлық бар, бірақ не екенін өзі де түсінбейді. Ал Айсара ол мүлде басқа. Ол адамдарға жақындай алмайды. Біреу жақындаса бірден шегінеді. Себебі бала кезден үйренгені ең жақын адамда бөтен болуы мүмкін. Бір күні Сабыржанның бөлмесінен дыбыс шықпай қалды. Айгүл есікті жайлап ашты. 40 жыл бойы сыртқа шықпаған адам төсекте қозғалыссыз жатты. Сол күні алғаш рет балалар әкесін көрді. Бейтаныс адам сияқты. Бет әлпеті шаршаған, көздері терең, бірақ ішінде бір өкініш жатқандай. Айдос ұзақ қарап тұрды да сыбырлап: «Бұл біздің әкеміз бе?» деді. Айгүл басын изеді. Сол сәтте балалардың ішінде жиналған барлық сезім бір-ақ шықты. Қорқыныш, ашу, өкпе, бос кеңістік, бірақ ең қиыны оларда әкеге деген сезім жоқ еді. Тек бөтен адамға деген суықтық. Кейін ауылдағылар шындықты білді. Сабыржан жас кезінде ауыр психологиялық соққы алған. Соғыстан оралғаннан кейін адамдардан қорқатын болған. Дәрігерге барудан бас тартқан. Айгүл болса оны тастамай қасында қалған. 40 жыл бойы. Бірақ бұл төзімнің бағасы тым ауыр болды. Балалар әкесіз өсті. Тірі болса да жоқ адаммен бірге өмір сүрді. Бұл оқиға ауылда ұзақ айтылды. Біреулер Айгүлдің сабырын мақтады. Біреулер оны түсінбеді. Ал шындық біреу еді. Кейде шыдау ерлік емес.
Кейде шыдау бірнеше адамның тағдырын үнсіз бұзу. Балалар әлі күнге дейін өздерін іздеп жүр. Себебі оларда әке болған, бірақ ешқашан болмағандай.